Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясы. Сабақтың мақсаты жазушының өмірі мен шығармашылығымен танысу. «Қан мен тер» трилогиясының мазмұны, көркемдік ерекшелігін ұғыну. Күтілетін нәтиже: «Қан мен тер» трилогиясының мазмұнын, көркемдік ерекшелігімен танысады, жазушының өмірі мен шығармашылығын таниды. Бағалау критерийлері: идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай алады. Мәтіндер мазмұнының дамуын бірнеше сабақ бойы талқылай отырып, үзінділерді білгенімен салыстырады. Мәтіндердегі оқиғалар желісін өмірмен байланыстыра отырып, талдау жасайды. Дескрипторлар: мәтіндегі оқиға желісінен негізгі ақпаратты табады, 2 балл. Мәтіндегі идеяны болжайды, 1 балл. Оқиғаның дамуына бағыттайтын сұрақтар құрастырады, 1 балл. Іс-әрекет жоспарын ұсынады, 1 балл. Жаңа сабақтың түрі топпен жұмыс түрінде өтеді. Бүгінгі қазақ әдебиетінің, қазақ прозасының хас шебері Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов Қызылорда облысының Арал ауданындағы Құланды ауылдық кеңесіне қарайтын Үшкөң деген жерде 1924 жылы туған. Нұрпейісовтың жалпы қазақ әдебиетіндегі айтулы құбылыс болған шығармасы «Қан мен тер» трилогиясы. Шығармада қазан төңкерісі қарсаңындағы қазақ ауылының жан түршігерлік трагедиялық жағдайы, бүкіл қазақ болмысы, ұлттық табиғаты мен күллі адамзатқа тән арман мұраты түрлі образдар арқылы бейнеленген. Арал балықшыларының 20 ғасырдың басындағы қазан төңкерісі жылдарындағы ауыр өмірін суреттеген «Қан мен тер» трилогиясы қазақ оқырманына кеңінен таныс. Бұл үзіндіде балықшылардың қиын өмірі әңгімеленеді. Балық аулап, оны байға өткізіп, жармас айлық алып күн кешкен, өздері талғаужау етуге де балық бермейтін сараң байдың іс-әрекеті әңгімеленеді. Балықшыларды қолайсыз ауа райына қарамай мұз үстіне жіберіп, адам өмірін емес тек ақшаны көздеген бай, сол ауылдың әкімі жұмысшыларды байға жамандап, оларды ұрғызғандығы, мөңкенің өлген ұлын да көму үшін сұранғанда жұмыстан босатпағандығы туралы суреттеледі. Балық аулауға шығып кеткен балықшылардың ауыр жағдайы, оларды құтқаруға шыққан түйеші мен Андрейдің теңіз үстінде желмен алпарысып, өмір үшін қанша қиналып, соңында құсқа жем болып теңіз ортасында қалуы, еламанның өшіккеннен ызаланып Федоровты ұрып өлтіргені өте аянышты суреттеледі. Бұл үзіндіден күн көрудің қанша қиын болғанын, елде теңсіздік жоқ болғанын, қазақтардың орыс байларына тәуелді болғанын, патша үкіметінің озбырлығын білеміз. Сыныптағы студенттерді 3 топқа бөлеміз. 3 топқа ат қоямыз. Әр топқа алдын ала тапсырмалар берілген. Бірінші топ әдебиетшілер тобы. Оған ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндама берілген. Екінші топ зерттеушілер «Қан мен тер» романының жазылу тарихына тоқталады. Үшінші топ экологтар тобы. Арал теңізінің өткені мен бүгініне, қазіргі экологиялық жағдайына, табиғат пен адамзат үшін кері әсерлер жайында сөз қозғайды. «Қан мен тердің» жарық әлемге келуіне түрткі болған не? Бұған автордың өзі былай деп жауап береді. Мына тусыраған тұл даланың үстінен, ту бағзы заманнан бермен қарай сансыз ұрпақ көш өтті. Осы дала бізден бұрында қазақ халқының талай ұлы мен қызына атамекен болыпты. Өзіміз сияқты олар да осы дүниеге асқақ арманмен құлшынып келіп, бірақ бірде-бір дегеніне жете алмай күңіреніп өтіпті. Және құмға сіңген судай бәрі де тірліктегі әрекетінен түк шығара алмай іссіз өтіпті-ау. Олар да өзіміз сияқты түндік астында түн түтетіп, осы даланың бір аруына ынтызар ғашық болған, жар құшқан, перзент сүйген. Осы мына өмір бойы өрттей ыстық күн астында қаназасы кеуіп жатқан қу медиен бізге мекен болғалы қаншама қасіретті ананың, қорғансыз жетімнің көз жасы көлдей ақты. Осы мына таланы тастай елдің тас тақыр даласын гүлдетеміз деп келешек үшін қиғылық ұрған қаншама асыл азаматтарымыз, аяулы бозақтарымыз қанын терін төкті. Иә, қанын терін төкті. Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов 1924 жылы 22 қазанда Қызылорда облысы Арал ауданында Құланды поселкесінде дүниеге келген. Қазақстанның халық жазушысы, 20 ғасырда қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан суреткерлердің бірі,
қоғам қайраткері. 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагері. Оңтүстік және Прибалтика майданында, Луганск түбінде миномет ротасында саяси қызметкер. Кейін штабист ретінде де Балтық маңында Курляндия плацдармындағы шайқасқа қатысқан. Нұрпейісов халық жазушысы, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері. Нұрпейісовтің жалпы қазақ әдебиетіндегі айтулы құбылыс болған шығармасы «Қан мен тер» трилогиясы. Шығармада қазан төңкерісі қарсаңындағы қазақ ауылының жан түршігерлік трагедиялық жағдайы, бүкіл қазақ болмысы, ұлттық табиғаты мен күллі адамзатқа тән арман мұраты түрлі образдар арқылы бейнеленген. Енді студенттер хронологиялық кестені толтырамыз. 1941-45 жылдары Қызыл әскер қатарында соғысқа қатысты. Өлеңдері, әңгімелері, очерктері майдандық, республикалық, облыстық газеттерде басылды. Соғыстан кейін Казмуды бітірген. 1953-79 жылдары Қазақстан пионер газетінің бөлім меңгерушісі, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары болып қызмет атқарды. 1953-56 жылдары Павлодар облысы Қызыл ту газетінің редакторы. 61-63 жылдары республикалық Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы. Алғашқы очерк әңгімелер жинағы «Алыстағы ауданда» деген атпен 1956 жылы жарық көреді. 1980 жылы 20-дан астам кітаптары жарық көрген қаламгер «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының 1980 жылы халық жазушысы, 1987 жылы «Дорогие памяти» әскери патриоттық жинағы үшін Фадеев атындағы халықаралық сыйлықты алады. Ақын 2011 жылдың ақпанында қайтыс болады. «Қан мен тер» трилогиясы 3 кітаптан тұрады. Бірінші кітап «Ымырт» 1961 жылы жарық көрген. Екінші кітап «Сергелдең» 1964 жылы. Үшінші кітап «Күйреу» 1970 жылы баспа бетін көрген. 3 кітаптың негізгі сюжеттік арқауы кекті тартыс. «Ымырт» еламан ел ішіндегі араздықтан бас көтере алмай, теперіш тоқпаққа көндікпеген, қараңғыда тал қармаған, әлсіз, шарасыз жан. Сергелдең тарауында күресте өткен аз күн көкжиегі, еламанға дүрбелең заманның қыры мен сырын түгел түсіндіреді. Күйреу тарауында балықшылар тіршілігінен мүлдем шалғай өмірдегі кек пен тартыс суреттеледі. Екі дүниенің өлшеулі тауқыметі. 1978 жылы Әзірбайжан Мәмбетов пен Юрий Мастюгин Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романының желісі бойынша 2 бөлімнен тұратын кино түсірді. Ал енді қазір сол кинодан үзінді көрейік. Қандай қаны безер зұлымет. Соны жаңа білдің бе? Жоқ. Қияметті құда боламыз деп, әкесіне берген сөзім бар. Кетеміз бұл ауылдан. Жинал. Амандық болса, анау қабаққа қоныс теуіп үй салам. Мұнда пейіштің төрі дайын тұр деймісің бе? Қайда барсақ та, көретініміз азап. Бүгін балыққа шықпасаңдар бәріңді жұмыстан қуат. Молдағызға, бүгітікті тұрайық. Шықпай көріңдер, өлім қайдамақпысың. Құралдар салма. Құралдарды сұрағанша балықшыларың қайда деп, неге сұрамайсың? Не істедің сен? Елеманды ит жеккен қайдатқаннан бері жұрт шымдай болған жоқ па? Өлгеннің артынан өлмеу жоқ. Тір адам тіршілігін істейді, шырағым. Елеманға бәлендеп кінәрт алмай, бірақ оны сүйген емес. Анашал тірі тұрғанда Елеманның отын өшірмейміз. Иттің қылсы құрсын, жүзі қара. Әне Елеманды қара! Ел бүлдірген бұзық бұл, демеген лаңы жоқ. Қолыңнан келсе, осы жол істеріңді істеп бақ. Қолынан келсе шауып алсын, шауып алсын. Жауы батысқан адамның қызымен отасып, енді опа таппасын. Көп жортқан түлкі терісінен айырылар деген. Ел арнада. Жазушы сондаған кейіпкерлер 3 топқа бөлінген. Қарапайым еңбек адамдары, оларға еламан, мөңке, дос, қален, рай жатады. Үстем тап өкілдеріне Қаратас, Тәңірберген, Федоров, Андрей, Курнос, Иван. Ал ерінің ырыздық несібесін тосушылар Ақбала, Әлия, Айғанша, Ақкемпір тағы басқалары. Ал енді студенттер шығармаға сатылай кешенді талдау жасайық. «Қан мен тер» трилогиясы.
Бірінші автор жазылады, екінші тақырыбы, үшінші жанр түрі, идеясы, шығарманың композициялық құрылысы, шығарманың басталуы, шығарманың байланысы және шығарманың шиеленісуі. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Топтарға жаңа тақырып бойынша оқулықпен жұмыс атқару үшін әр топқа оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс істеуді тапсыру, мағынасын талдау. Берілген тапсырманы уақытылы орындау. Екінші топтың тапсырмасы мәтінді оқып негізгі ойын түйіндеу. Үшінші топтың тапсырмасы мәтінді оқып негізгі ойынды түйіндеу. Студенттер, келесі тапсырма сөздік қорды байыту әдісі арқылы жаңа сөздермен жұмыс істейміз. Мәтіндегі жаңа сөздермен жұмыс, сөздікпен жұмыс. Репеті, түрі, ыңғайы деген мағынаны білдіреді. Қаратаз ол болыстың есімі. Үркердей үйіріп, топтап үйіріп деген мағынада қолданылған. Әр топқа жеке сұрақтар қойылады. Диалог ретінде сұрақ-жауап ұйымдастырылады. Бірінші топтың сұрағы: роман неліктен қан мен тер деп аталған? Екінші топтың сұрағы: қан мен тер ненің символын білдіреді? Үшінші топ: қан мен тер трилогиясындағы кереғар күштердің қақтығыстарының себебі не? Келесі тапсырма: түсінуге қиын сөздерді түсіндірме сөздіктің көмегімен қарап мағынасын ашу. Бірінші топ ымырт тобына: запы, сүлеленіп, қанжыға, сең, шидем, дойыр, кіреуке. Осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап ашу. Екінші топ: сүргін, бытпылдақ, көде, зәбір, інген, сәске сөздері. Үшінші топ: лазерет, ымырт, жұмаршақ, оқшантай, дым, мұңдық сөздері. Ал енді балалар, топ бойынша тапсырмаларымызды жалғастырамыз. Бірінші топ: Нұрпейісовтің өмірі мен шығармашылығы туралы тест тапсырмаларын жауап береді. Әр топқа 3 сұрақтан берілген. Нұрпейісов романдары туралы пікірлер. Ресей ақыны Юрий Казаков былай деген: қан мен тер романы Ұлы Әуезовтің Абайынан кейінгі тарихи романға құлаш сермеу, тек жүрек жұтқандардың ғана қолынан келетін тірлік деген. Абай қазақ әдебиетіндегі эталон роман. Оқырман кез келген жаңа романды осы романмен салыстырады. Франция ақыны Луи Арагон әрі терең, әрі шөлдегі бір ащы сулы шыңыраудай осынау роман қазіргі таңдағы әлемнің ірі туындыларымен иықтірестіре алады. Мейлі ол америкалық, мейлі ол француздық болсын. Ал енді студенттер, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында келесі сұрақтарға жауап берейік. Федоров Иван Курносқа қандай бұйрық берді? Иван Курностың айтқан сөздерінен кейін балықшылар қандай шешімге келді? Еламан бұл шешімге неліктен келісті? Еламан қандай адам? Балықшылар әңгімесі қандай романнан алынған? Негізгі тақырыбы не? Қандай теңіздің балықшылары туралы айтылады? Бұл қай кездегі уақиға? Басты кейіпкерлері кімдер? Бүгінгі сабақты қорыта келе, трилогияда халқымыздың қазан төңкерісіне дейінгі кейінгі тыныс-тіршілігі, азамат соғысының зардаптары, кеңес үкіметінің орнауы, тарихи бетбұрыстар кезіндегі адамдар арасындағы қарым-қатынастар кеңінен суреттелген. Қан мен тер трилогиясы әлемнің көп елдері таныған көрнекті шығармалардың бірі. 2008 жылдың 14 қараша күні Ақтөбе қаласында қан мен тер трилогиясының кейіпкерлеріне арналған Ерік Жауынбаевтың ескерткіші ашылды. Бұл Қазақстандағы әдеби туындының кейіпкерлеріне арналып жасалған алғашқы туынды. Ескерткіш Ақтөбе облыстық Сақтаған Бәйішев атындағы кітапхананың алдында орналастырылған. Мүсіндік композицияда Беларан аралындағы романның негізгі 7 кейіпкері және ит мүсінделген. Ескерткіш құны 324 мың ақш долларын құрайды. Студенттер, үйге тапсырма, әр топ бөлек-бөлек тапсырма орындайды. Тапсырманың тақырыбы кейіпкерге хат.
бірінші әдебиетшілер тобына Еламанға хат, екінші зерттеушілер тобына Ақбалаға хат, үшінші экологтар тобына Тәңірбергенге хат. Осымен құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды Платонусқа тексеру үшін жібересіздер. Сабақты қорыта келе кері байланыс жасаймыз 5 саусақ әдісімен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.